Шардарадан заңсыз балық аулаушылар азаяр емес. Олар тіпті салынған айыппұлда тоқтатар түрі көрінбейді. Заманауи моторлы қайық мінген суанақтар электр тоғымен Қытай торын қолданады. Ал ұсталғандардың барлығы дерлік су қоймасына жақын ауылдардағы жергілікті тұрғындар. Балықты қорғауды жауапкершілігіне алғандар рейдке жиі шығады. Топ құрамында полицей де болады. Ол браконьерлерді ұстауға көмектеседі. Бұл жолы браконьерлер қолға түспеді, бірақ олар қалдырған аулар табылды. Синтетикалық ауды пайдалануға тыйым салынған. Инспекторлар күн сайын ондаған метрін тауып жойып отырады. Қазір таңға дейін 172 заң бұзушылық анықталып отыр. Оның ішінде 12-сі өрескел заң бұзушылық. Жаңа тоқпен ұстау немесе үлкен көлемде балыққа зиян келтіргендер. Олар бойынша қазір заң аясында сотқа, одан кейін құқық қорғау органдарына өткізіліп, тиісті процессуалды шешімдер қабылданып жатыр. Сұғанақтар алыстан келмейді екен. Мамандардың айтуынша браконьерлікті жергілікті тұрғындар кәсіппен айналдырған. Бүгінге дейін заңсыз балық аулағандарға 8 миллион теңге айыппұл салынған. Рейдтік шара барысында Арнасай дамбысының бойында 2 азамат заңсыз балық аулап, гарпунмен 100 килограммдай, шамамен 100 килограммдай балығымен ұсталынды. Оны сол күні Шардар аудандық полиция бөлімшесіне өткіздік. Статистикалық мәліметтер соңғы уақытта браконьерліктің көбейіп келе жатқанын көрсетеді. Өткен жыл аймақта 22 қылмыстық іс қозғалған болса, осы жылдың 7 айында 18 факті тіркелді. 2022 жылы браконьерлерден 2 тонна 850 килограммға жуық балық тәркіленіп алынды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 335 бабында көрсетілген алынған балықтың шығыны 100 мерпеден асқан жағдайда қылмыстық іс қозғалып, заңды жазасын алады. Осылайша полиция мен балық инспекциясының мамандары заңсыз балық аулаумен күресті күшейтіп келеді. Ал тегін олжаға кенелгісі келгендерде тыныш жатпай, түнде торуылға шығуын жалғастыруда. Нұрмахан Кенжехан, Айнұр Бектас, Қуаныш Мырзабекұлы, жаңалықтар.